Бірден көне қоймадым. Ол 2 рет келді. Жоғау, қожаңдап тіпті мені қорқытпақ ойы бар ма, қалай? Бригадир екен деп өлеміз бе? Машинасында жұмысым не? Керек болса барсын Сапар екеуі. О да тракторшы ғой. Анау бишкеш ертұрлы не бітіреді? Базарбек қартта жүр мұртын ширатып. Жоқ, оларды көрмейді. Құйысқанға қыстырылып менің жүруім керек. Алдымда ашулы жатқан кітапты мұнан әрі оқи алмадым. Жауып тастап орнымнан тұрғам, даладан аяғын сүйрете басып ол тағы келді. Бұл жолы ақырып жекірмек ниеті жоқтығын танытып. Дидар-ау, түсінсеңші. Кеше кеш совхоз орталығынан әкелінген дүние күн ұзағына қақталып далада жатқаны анау. Сенің бармайтыныңды білсем алмаймын да ғой. Жаныңа Сапарды қосайын. Мен енді соған бола бригадамды тастауым жөн бе, өзің айтшы. Уәкіл-мәкіл келе қалса іздеп жүрмей ме деді. Сапар да қырсық. Сенсіз аяғын қия басу жоқ. Кіндігі бірдей-ақ. Бармаймын. Жұмыс істеуің керек. Анау ертұрлыны неге жұмсамайсың? Бұл не жұмыс емес пе? Наряд жазатын мен ғой. Ренжітпеспін. Ертұрлыға машинаның рулі ме? Оған трактордың өзі көп. Соны орға жықпай аман алып жүрсе жарар. Жалған нарядыңның қажеті жоқ. Өйтіп жарылқамай-ақ қой дедім есікке қарай беттеп. Тоқта, Дидар. Сен маған ренжітімсің ей. О шошқа. Торсаңдағанша ашып айтпаймысың, нақұрсау. Қай жерде көңіліңді қалдырдым? Деп сәрсен қиық көк көзін сығырайта, сарғыш қасын кере түсті. Рас. Көңілімді қалдырған жері жоқ. Обалы не ұшып қонып тұрады. Сапар да сол. Екеуі мені өзгелерден ерекше көреді. Қазір бармасам ғой өкпелейді. Адам емесің дейді. Жол алыс па? Дедім бетіне тура қарамай. Жаңа жігіттермен өзенге кетсем ғой ың-шың жоқ. Шынында, осымен ертұрлы айтқандай сәрсеннің шабарманы боп кеткенім рас шығар. Қара өзек қой. 3 сағатта салып жетіп барасыңдар. Ет жеп, шай су ішіп қайтарсыздар. Анау ішкіш шопанның үйіме іргеліктен дарылдаған мотоцикл үні естіліп, сөзімді бөліп жіберді. Бұл кім? Ертұрлы ма? Ол әлгінде өзенге шомылып қайтқалы кетіп еді ғой. Осы ит қит етсе біздің үйге баратынды тапты-ау, Мұнымен дұрыстап сөйлеспесе болмайды екен. Сәрсен аяғын кердеңдей басып далаға шығып еді, Сапарды ілестіріп келді. Ертұрлы болмағаны ма? Бала. Кәне, енді не дейсің? Таңданғаннан өзге не дейін? Сапар арсалақтай 4 бүктеулі газетті қолыма ұстата қойды. Түк түсінсем бұйырмасын. Жаңағы келген сен бе? Дедім газетті қолыма алып жатып. Ертұрлы деп пе ең? Ол жігіттермен бірге жүр. Жоқтығым пайдаланып мотоциклімен газет-журналға барып, міне ол қайтқанша оралдым. Сен неғып тұрсың? Жазып көрсейші деді Сапар қолымдағы газетті меңзеп. Жүрегім лүп-лүп етеді. Бір түрлі. Қолымның ебіде қашқандай ма, қалай? Мынаның есі шығып кетті ғой. Кәне, маған берші. Сапар газетті алып, сытырлата жазып жатыр. Аудандық Ленин жолы газеті. Мал азығын дайындауда. Сен оны ғой. Мынаны қара. Міне. Көрдің бе? Деді Сапар тағы бірінші бетін оқытпай аударып жіберіп. 3-ші бетте. Фамилиям мен атым тұр. Бектасов Дидар. Жаным-ау, әңгімең жасанды деп еді ғой. Жариялағаны несі? Міне, қызық. Сәт Сапар тілеп редакция атынан жазылған таныстыруда тіпті дарынды прозаик деп қойыпты. Әрине, жасыратын не бар, бұларын өзіме көпсінгенім жоқ. Қайта мақтауы жетіңкіремей қалғандай ма, қалай? Әрі әңгіменің жақсылығынан гөрі тракторшылығым редакциядағыларға керегірек болған сияқты. Айналып үйіріліп тамаша механизатор дей беріпті. Көрдіңдер ме? Мен бармасам ғой, бұл газет жуық арада бригадаға келмей. Оның рас. Рахмет саған, Сапар дедім өз-өзімнен қысыла. Олар да күлім-күлім етеді. Менің қазіргі күйім кісі күлерліктей ме, білмеймін, мейлі күле берсін. Мен бақыттымын. Мен дүние жүзіндегі белгілі адамдардың бірімін. Мені бүкіл аудан білетін болды. Сонсын облыс, республика.
Совет одағы. Шетелдер. Шамадан тыс масаттанып бара жатқанымды сезінсем де, оны мойындағым келмей. Сәрсенмен Сапар қосыла мақтап құрдай неге жорғаламайды? Алдарында тірі жазушы, дарынды прозаик тұрған жоқ па? Надандық. Бұлардан мақтау күтіп. Әй, Дидар, сен енді танауыңды көтеріп кетпе, рахметің өзіңе. Құр аяққа бата жүрмейді деген деді, Сапар менің ойымды бөліп. Есіктің жақ тауына сүйене күлімдей қарап тұр. Қолтығында жаңа газет-журнал. Жүзінде кекесін бе, қызғаныш па? Әйтеуір, жағымсыз бір құбылыс бар. Ол болады ғой. Қайда барамыз? Дидар, сен оныңды қоя тұр. Қазір жұмысты тындырмай көңілдің жай табатын түрі жоқ деп Сәрсен екеумізді де сөйлетпей қойды. Сонымен сен баратын болдың ба, Дидар? Енді бармай көр. Бір әңгімесі шықпай жатып әулиесініп кетті деп күлсін. Әрі адам көңілді, шалқып тұрғанда біреуді ренжітіп, тілін қайтара алмайды екен ғой. Тіпті қалай оңай келіскенімді аңдамадым. Жақсы. Жүретін болсақ екіндіге қалмайықшы дедім. Сапар білетін тәрізді. Қайда баратындығымызды сұраған да жоқ. Тек үйден шығар жерде Сәрсенді оңашалап сөйлесті. Тәйір-ай, олардың ым-жымында жұмысым не? Түс ауып, салқындықта түскен екен. Қараөзектің жолы жақсы еді, көп қиындық көрмедік. Қалаға баратын үлкен жолдың бойындағы шайханаға соғып, әңгімемді жумақ болғам. Сапар көнбей-ақ қойғаны, жүгіміз бар, қайтарда. Қайтарда достым дей береді. Кенет. Көк жиектен жүйіткіп келе жатқан ГАЗ 69 машинасын көріп. Ойбай, анау кім? Директор ғой. Бері ішкі жолға түстеді, жеңімнен тартқыштап. Жүзі шүберектей құп-қу боп кетіпті. Директордың бізде жұмысы не? Өзінің тапсырмасы емес пе? Зерігіп жүрген дәнеңеміз жоқ. Солай ғой. Бастықтардың көзіне түсе бермейік дейін де. Сапар машинаның тоқтамай алдымыздан өтіп кеткенін көргесін, жайлана түсті. Сәрсен екеуіңде бір шикілік бар ма, қалай? Ертұрлы мені бекер сақтандырмаған болды ғой ендеше. Сапардың қазіргі қылығынан секемденіп кәдімгідей үркіп қалдым. Әйтсе де ертұрлыға ерегескендей, әрі соның ақылынсыз тіршілік, етуім керек дегендей намыс жетегіне ердім. Қойшы соның сөзін. Көлеңкесінен үркеді де жүреді. Сыбайлас мыбайлас. Шайтанбас десе де өздері білсін. Күнәм не? Ұрлап жырлап жатқан дәнеңем жоқ. Бригадирдің жұмсаған жеріне бармауым керек пе? Апар деді, апардым. Оны тексеріп жататын мен кіммін? Жалпы, Дидар, есіңде болсын. Бастықтарға қарсы келе берген жақсылық емес, өлер бала молаға қарай жүгіреді деген. Қойшы. Сәрсенге де жалынуым керек пе? Жалпы айтамда. Сен тым еркін тұрасың. Бұза жарып қойып қаласың. Кім көрінгенге сырыңды айтып ағыңнан жарыласың да отырасың. Кімің ол сенің? Екі туып бір қалғаның емес қой. Жолдың жел бетіне шықшы. Қарсы машина келе жатыр. Жол тәртібін бұзамыз ба? Дала ғой. Кім көріп тұр дейсің, деді ол алдындағы журналдың бетін жауып. Жол үсті оқымақшы еді, ерінді білем. Қандайда бастық болмасын ертеңгісін жақсы қабылдайды. Шаруаңмен сол уақытта барып жолық. Сосын бізді әбден ығыр еткен бір үгіт, адалдық. Меніңше адалдық та жалған. Солай. Кетші әрі. Кері сөйлемей. Әне көрдің бе, бұған адам деп достығыңды айтсаң. Сайрай бер. Сөзіңді бөлмейін дедім. Осындай көңілді, желпіністі сәтінде кіржіңдесіп не жыным бар. Сендей фанатикке сөзім шығын. Адал. Ағыңнан жарыла бер. Шырағым, қолыңнан келіп тұрып, ішіп жей алмасаң жігіт екенмін деме. Ақшаң болса дос табылады. Мырза жігітте аталасың. Үстіңдегі киіміңе, үйіңдегі жиһазыңа қарап сыйлайды ел. Жай. Сенің келіспейтініңді білем. Ал мен жасырарым жоқ, реті келгенде жұлып тартып жеймін. Әрі берден кейін жоғарғы идеал дегеніңе сенбеймін. Рас. Соғысқа шақырса барам. Отан үшін жанымды да аямаймын. Сендер адалдық дей бересіңдер. Қылшылдаған жастық шағымда шайқап өтпесем, маған адалдықтан түсер пайда не? Мәселен ки. Мына сен.
Өзіңнің астында москвич машинаң болғанын қалар ма ең? Әрине. Шындасам алам да. Аларсың. Алам дедім бетіне тура қарап. Әрине аласың. Бірақ қанша жылда? Әңгіме сонда боп тұр ғой. Не әрі салғанда 2 жылда алам. Ал мен күні ертең алғым келсе қайтесің, Жо. Оқ достым, сен мені сендірем деп әуреленбе. Сендіре алмасымды өзім де білем. Саған түрлі керек қажасып отыратын. Өмірі ештеңеге сенбейтін бір мойын саған не дауа? Жетті ғой. Әне. Анау не? Қарайған қалып қойды. Тоқташы. Сапар жол үстінде жатқан ескі баллонды көріп, не екенін аңдамаған екен. Кабина есігіне мойнын созып артқа қарай берді. Ескі баллон ғой дедім. Ол өз-өзінен марс етіп күліп жіберді. Онысы несі? Мен байғұс түсіп қалған арақ екен демеймін бе? Сапар қозғалақтап үстіндегі көгілдір көйлегінің жағасын көтеріп қойды. Оң қолын кабина терезесінен шығарып жел қақтыра, сәл үнсіз қалды. Айтпақтайын, алдағы сәрсенбіде көрші совхозда той болады. Өткен жылы слетке келетін қара сұр шопанды. Оң жақ бетінде тыртығы бар. Шекесінен қарайтын. Сенің генерал деп ат қоятының. Айтам ғой білесің деп. Еркеге үйленетін соның әскерден келген баласы. Қараөзектің бойындағы үйде көрінді. Әлгінде ғана бел астынан қылт ете қап жоғалған, енді міне алдымызда. Жаман тымақтай жапырайып жатыр. Төбесі тайпақ ескі қақыра. Жанында қар, жаңбырдың астында қалып, беті қарайып кеткен жұдырықтай мая тұр. Есік алдындағы бақа қазандықтан саран көтерілген түтін көрінеді. Еркенің жайын айтып, жанына жара салдым-ау деп ойлады ма, Сапар да үнсіз. Әлсін-әлсін тамағын кенеп көзін ұрлана тастайды. Тек жүкті түсіріп кері қайтқанда ғана. Дидар, менікі әнтектік болды. Кешір. Еркені бұл жерде айтудың реті жоқ ет деді, батылсыздау. Үнде мүсіркеу бар сияқты. Мен де іле-күле қарадым. Бұл күнде оның жөні бөлек. Арамызда ала бөтен, бастан ештеңе болмаған. Достық қана тұғын. Тойына мен де барам. Солай де Сапар оңай сенді. Ғажап. Түрткіштеп сенбейді ғой деп едім, өйтпеді. Жүзіне таңдана қарадым, жай мысқылдап отыруы да мүмкін ғой. Жоқ, қазіргі Сапар тіпті басқа түсі қашып, астыңғы ернін тістене береді. Мен оны сүйетімін. Ғашық едім. Сіздер. Түрлі екеуіңнің оған барып жүргенде. Мен мұнда бармағымды тістелеп қалатымын. Мен сені де, түрліні да сол үшін жек көруші ем. Мен оған сөз айтқаным жоқ. Тауым шағылар дедім. Әрі менен бойы ұзын ғой, ыңғайсызданам, мүмкін айтпағаным да жөн шығар. Қалайша? Сүйе тұра үндемей, сырттай иемденіп қызғанғаны несі? Қой әрі өтірік. Сұрланып отырған мынау Сапарға қалай сенбессің? Бәсе, неге көп сөйлеп кетті десем, мінезі баяғысындай өзгермептау. Біреуге қатты ренжісе, өкінсе, аузына бір тыным болмайтын. Сөйлей беретін. Жайшылықта кітап, газеттен бас алмай шүңкиіп отырғаны. Енді міне, жағымды, қоңыр даусы дірілдеп кетіп, үзіліп қалды. Сапар дедім көңілін аулай. Сен өзіңді кемсітпе. Бойдың аласалығына қорланба, ойдың аласалығына арлан. Адамды адам қып әлемді ұстап тұрған бой емес, ой. Бойға қалғанда жер орбитасынан ауып, тірлік болмас еді ғой. Әңгіме ойда Құдайға шүкір, сенде ақыл жетерлік, Сапар көзіме мақтады деме. Әрине, сезімнің алданышынан, өкінішінен ауыр дәнеңе жоқ. Дегенмен ақылға жеңдірсейші. Менің жұбатуым мықты болмады. Сезем. Жүрегің айныса май іштегендей сандырақ бағалай. Кейде өстіп оттап кететінім бар. Жер орбита сезімнің алданышы, өкініші. Не сөз? Осы жерде мұның қажеті не? Асылы менен шешен шықпайды-ау деймін. Сапар. Шайханаға соға кетелікте. Әңгімемді жуайын. Тырнақ алдым ғой дедім бір бүйір қалып бара жатқан шайханаға машинаны бұрып. Сапар аса қарсылық ете қойған жоқ. Салып жетіп келіп те қалдық. Жол айрығындағы жалғыз үй қонақсыз емес екен.
3-4 жүк тиеген машина, 1-2 түйе арба тұр. Әне міне деп жүргенде өзі күн батып, қас қарайын та қалыпты ғой. Үстімізді қағып, төбесі тайпақ, кіре беріс маңдайшада қара қаңылтырға ақ сырмен сойдақтата шайхана деп жазған үйге кеп кірдік. Кіре беріс оң қолда буфет. Әріректе 3-4 стол, орындықтар. Қақ төрде шыбынның зиянды екендігін ескертіп тұрған ақ халатты әйелдің суреті. Бір кезде қызылды жасылды әдемі плакат болғаны шыбын салған қара бұжыр даққа қарамастан аңдалады. Бөлменің іші көкала түтін. Әр жерден қырылдаған дауыстар естіледі. Уа, жараңдар, төлетіңдер. Құда түскелі келмеген шығарсыздар. Деген еркек үнді әйелдің дауысы менің көңілімді бөліп жіберді. Сапар шылдыр еткізіп бір нәрсені қағып кетті. Өзі де онан үркіп қалған, құлаған оң босағадағы фляганың үстінде тұрған шынжырлы қалайы ақ кружка екенін көргенде ғана жүрегі орнына түскендей болды. Жігітім, неткен жүрек жұтқан ең? Тіпті белғұлы шыбын құрлы елемедің ау деп жақында отырған төртбақ, шапраш көз жігіт мысқылдап еді, жанындағылар қарқылдай күлді. Көремісіңдер анау қасындағы тоқал шібіш сияқтысын. Мойның күдірейтуін. Шамасы сүзді ау деймін, Өзімізді сықақтауға көшкенін білсем де, қапелімде ештеңе дей алмадым. Басымнан сөз асырып көрмегеннен де ме теңеуі қатты батты. Әйтсе де ашы мырс еткеннен әріге барғам жоқ. Әй, қара батыр, тағы да ұрыныс іздеп отырмысың? Мына жігіттерді жауып жіберіп иттеріңді басыңа қаптайын ба? Жетті ғой еркелігің. Деп буфетші әйел гүр ете қапеді, анау оған ықпады. Дарақлана күліп алды. Түйенің жарты етіндей болған, шыбыным ау, қойныңа ап біраз қыздырып әкелмесең қай қазақтың жігіті қызына қояды дейсің? Өзім. Ой баяғы. Моласындай бақсының жалғыз қалдым тапшыным дегендей деп қырлыстақанды көтере тастап жіберді. Жұдырығын иіскеп сәл үнсіз отырып қалды. Мен жұлқына ұмтыла бергенімде Сапар жеңімнен тартып тоқтатты. Буфетші әйел бір бүлік туып кете ме деді ме? Жә, жігіттер, артық ішкеніне айтпайды. Көңілдеріне алмаңдар. Төбелес құмарлық мұрат болса, қазақтан жүлде осыған тиер еді деп қойды. Жауырыны қосу ұстай күржіңдеген мосқал адам жаңағы жігіттің жанынан тұрып, біздің қасымызға келді. Екеуміздің бетімізге кезек үңіліп, танып алайыншы дегендей тесіле қарады. Тісі жоқ, қызыл иегін көрсетіп езу тартқан сиды. Мысық мұрты бар. Әлгінің ұшын жоғары шиырған болады, онысы баяғы қалпына кеп, екі жаққа тікірейе қалады. Буфетші әйелге жағымпаздана бір жағы еркелегендей бұртаңдап. Сен оған ренжіме, ие. Ол жігіттің төресі деді. Тағы бір жарты берші, ботам. Жоқ, сен қорықпа. Онда әлі бір шетушкелік бар. Қазір әкелейін. Сен беймісің маған? Әй, шеріңді іштің. Кет енді. Әкеңнің ақ құны қалды ма біреудің жанқалтасында? Сүмелектеніп жол үстіндегілердің шау жайына ораласың да жүресің. Онан да жер қазсаң да еңбек етпеймісің? Арсыз неме? Әлгі сүйіктен өтер сөзден түк ұққан жоқ. Ыржалақтап, өй тентек қыз. Дей береді. Буфетші әйелдің жер жебіріне жетерлік ауыр балағатында күлімдей қарсы алып тұрғанын көргенде, бір түрлі жаным түршіккендей болды. Мұның да менің апамдай анасы бар ау. Ұлым. Шаңырағымның тірегі тұлғасы. Өмірімнің жалғасы деп әкесі де талай қуанды да ғой бұған. Сонда сол тірегінің күндердің күнінде болмашы бір қиындықтан ығып қап, не қошеметтен бас айналып, дандайсып ішіп кетеді. Адамдық қадір қасиетін жоғалтып, ішкілікке түседі десе, не дер еді? Дида. Әне бір жерге отыралық, Сапардың дауысы көңілімді бөліп жіберді. Ботам ау, сен өкпелегендей. Жоқ, айтуың дұрыс қой. 1-2 шетушкеде не тұр? 3-4 сом сары құлақтан артық тастаттырайын. Алла, енді соғанда ренжимісің? Сары құлақтарың өзіңе, шошқа өңкей. Менің қара басыма табысым жетеді, білдің бе? Олар машинамен жүк алып бара жатқандар. Бір жерде мерт болса, оған виноват кім? Мен буфетші. Садағасы кетейін ау. Манағы ұрыншақ жігіт столдан басын көтеріп алды. Жолдасының қиылып, әлі тұрғанына ыза болған сияқты. Әй, қалталақтамай бері кел. Арақ қайда да бәрі бір емес пе?
12 асып деймісің деп орындығының астындағы түйіншектен бір шөлмек арақты шығарып, стол үстіне шылдыр еткізіп қойды. Әдемі музыка үнін естігендей буфетшінің алдында тұрған аңырап қалды. Сенер-сенбесін білмегендей тамсана, әлі көз алар емес. Жүргенде аяқ дыбысы да естілмейді екен. Өзі де бір көлеңке сияқты. Үстелге қарай жылжып барады. Мен де жолдасыма арақ құйдым. Жаңағы кикілжіңнен кейін араққа Сапардың да зауқы соқпай қалды ма, кім білсін, бір стақаннан әрі шай ішпей қойды. Екеумізде де үн жоқ. Өнеріңнің үстей беру үшін деп Сапар бір алдырды. Енді не үшін? Бақыт. Табыс. Достық. Тағы не бар? Қойшы. Ішкісі келсе арақ алдында тұр ғой. Неменеге жалпылдай берем? Тоқта. Әлгі қыстауға апарып тастағанымыз терезе жақтауы ғой. Есік бар, әңгіме тіпті онда да емес. Осыларды маған тастып, өзге жігіттерді жұмсамайтыны не? Ертұрлы айтқандай ұрлық па? Онда менің оған қатысым не? ГАЗ 69 машинасын көріп Сапардың қорыққаны қалай? Ода бұл істің шике екенін білгені ме? Бұлар сонда жалғыз болмағаны да. Жоқ, мұны білу керек. Сапар, құяйын ба? Болдым. Рахмет. Сен маған ендеше мынаны айтшы, Сапар, біздің осы жүрісіміз не? Ол естімегендей көршілес үстелдегілерге қарап кетті. Ой үстіндегі жандай қабағын шытып, оң қолымен маңдайын сығымдап қояды. Сұрағымды тағы да қайталауға мәжбүр болдым. Директор бұйырды, біз орындадық. Бригадирге қазір барысымен ойдағыдай тындырдық деп рапорт береміз. Оның несі түсініксіз? Заңды жүріс деді Сапар жайдарлана күлімдей. Жауабына қанағаттана қоймағанымды сезді ме? Қабағы қарс жабылып, жұқа ерні жымырла қалды. Имек мұрнын шұқып, жөткірініп қойды. Астындағы орындықты ырғалақтата шиқ-шиқ еткізді. Мен үндемей күтіп отыра бердім. Сен, Дидар, жоқтан өзгеге үркектеп, секемденуіңді қой. Біреу алдап кетпеді ме екен? Арақ ішкенім дұрыс па, бұрыс па? Темекі де зиян. Қайтем. Бәлен үйдейді түгенше бүйдейді. Қайсысы адал, қайсысы қара деп ойлау сенде көп. Ойсыз өмір жоқ. Әйтсе де әр нәрсенің шегі болмай ма? Сапардың жүзінде түңілгендік білінді. Алдындағы ақ дәмді мен арамдап кеткендей жирене, арақ құйылған стақанды кейін ысырып қойды. Ендеше, директордың машинасына неге үріктің? Сенің тұңғыш әңгімеңді бұлай жуатыныңды білсем үрікпесте едім. Қайдам. Бұл жерге әңгімені қыстырма, Сапар, аптықпа. Қазіргі әңгіме адалдық жайында. Қойшай. Рас па? Жетті. Мен көкейімде не бар соны білмей тынбаймын. Жақсы. Айтайын, өмірде ғана емес, күнделікті тіршілікте адамды бағалау, біреуден біреудің артық кемдігін білу үшін ел оны жүрген жерімен, өскен ортасымен таразылайды. Сен түк ішпесең де шайхана төңірегінде жиі көрініп, кеңірдек жыртысып жатсаң, ашы суға үйірсек көкмылжың, бөспе аталасың. Ал мен бастықтарды да адам санаймын. Олар да солай ойлауға тиісте бұғам. Адамнан адамның артықтығы көргенінде, оқығанында. Өзгешелік шамалы. Мінез құлықта бірдей, бірі ұшқалақ, екіншісі сабырлы. Айналып келгенде төркіні бір. Қойшы сені. Бәрі бір түк түсінбейсің. Тоқ етерін айтсам, шайхана маңында директор, парторг, инженерлермен жолықпағанды абзал санаймын. Үріккен себебім де сол, деді ол сабырлы, асықпай, біреуді жазғыру үшін дәлел, себебі болмай ма? Сәрсекеңді де, мені де бәкең мен ертұрлы жек көреді. Сенбейді. Состия қарайды. Неге? Адал емесіңдер дейді. Дәлелі бар ма? Жоқ. Жақындап кетсек түрпідей жиырылады. Мүмкін біздерді аяқтарына бас ұрсын, ақ безерде, көк безер ақталсын дейтін шығар. Не деп ақталамыз? Жазығымыз не? Табыскерлігімізді көре алмаса ашып айтпай ма? Олардың анда-санда қорсете қалғанынан бірдеңе сен, Дидар, өзің түсінесің бе? Неменеге күңкілдейді? Адал болмасақ арамдығымызды көрсетсін, ұстасын. Тіпті соттатсын. Бұлары әділетсіз бойкот қой. Рас па? Құдайшылығыңды айтшы. Солай ма? Міне бізде өзің дейміз. Мейлі кір жиі берсін.
Тыржиса тыржисын. Ешкімнің мағанда, сағанда, сәрсекеңе де, ер тұрлыға да бес бересі, алты аласы жоқ. Әркім көңілінің қалауынша өмір сүреді. Ал сен маған сүз көрсетуіңді қой. Құдайыңнан да қорықпаймын. Мен сені шын қуанып, ақ дәміне адал көңілімен шақырған шығар десем тексермек болыпсың. Өз аңғалдығымды енді сезінгендеймін. 90 ауыз сөздің тобықтай түйіні бар. Әлгінде қойшы сені. Бәрібір түк түсінбейсің дегенде намыстанып қалсам да, енді ұялып отырмын. Әңгімемді жуам деп шақырып алып, адалдығына шүбәлануым шынында иттік қой. Басқа уақ жетпей ме? Ұят болды ау, Не істесем екен? Кешір, Сапар, неге қуанбайын? Іштен шыққан шұбар жылан өз дүнием, адал еңбегім ғой. Қуанттың оныңа рахмет. Сен досымсың, артық айтқан жерім болар, көңіліңе ауыр алма. Жоқ, Дидар, мен. Ғафу ет, Сапар, бір білместік кетті. Не болса соған шүбәланып, үрейленіп жүретін адамдар болады. Есалаң адам дейді ондайды. Орыстар оларды маньяк деп атайды. Жә, түсінікті ғой. Мынау алдыңдағыны мөлдіретпей тартып жіберші. Ысырып тастаған стақанын алдына қайта қойдым. Толтыра құйдым. Өзіңше? Мен ішпеймін, Сапар, рульді білесің ғой. Далада кім көреді? Аналар әне. Сілтеп отыр. Қайтеді дейсің? Рульді ұстайтын адамды қысталама. Тағы бірде жөні келер. Маған қарама, Сапар. Хош. Мейлің деп ол ішіп салды. Мұнан әрі әңгімеміздің құты қашып үнсіз қалдық. Ода мен сияқты әрі-сәрі күйде отырған жайы бар. Шылымды үсті-үстіне сорғыштайды. Мен де тұздалған балықтың бір кеспесін алып ашылап отырмын. Еш нәрсе ойламай алабұртқан көңілді баспақ боп, шылымды үсті-үстіне тартып отырғанымды да аңғармаппын ғой. Басым сәл зеңгігендей. Төңірегіме бағдарлай көз тастадым. Төбелес құмар жігіт күржікей шалмен құшақтасып, арқаларынан қағыса сүйісіп отыр. Олардан әріректегі стол бос. Жолаушылар жүріп кетсе керек. Онан бергіде екеу шылымдарын үсті-үстіне сорғыштап, бастары көк түтіннің ішінде қылаңдап көрініп қалады. Шолпанмен бірге келген жаңа директор дейді. Қайда келіпті? Кім ол? Семьясы бар ма екен? Әлде бойдақ па? Онда менің жұмысым не? Жанымнан шылым алып тағы бірін тұтаттым. Ештеңе ойламаймын. Үндемеймін. Біздің артымызда терезеге жақын отырған үшеудің бірі қызып қалған сияқты. Сәңкілдеп өлең айтпақ болады. Даусы жарықшақтанып кете берді. Жолдастарының амалсыз тыңдап, тұрып кетудің жөнін табалмай қиналғандармен тіпті ісі жоқ. Оған қарсы отырған жігіттің әңгімесі қызық па, соған құлақ түріп қалыпты үшіншісі. Ол екеуі қызғын емес. Әңгімешіл жігітті бағдарлай қарай бастадым. Көңіліме бір кірбің ұялап, жіпсіз байланғандаймын. Әрі-сәрі күйдемін. Орта бойлы жіңішке қара жігіт екен. Кекіл шашы оң жақ қасының үстінде шоқтанып тұр. Қасындағыларға бар ынты-шынтымен, күбір-күбір әңгімесін айтып отыр. Дидар, сен қайда қарап кеттің? Сапар қынжыла, бүйірінен нұқып қалды. Біреу біз сұғып алғандай селгете түстім. Әңгімелері қызық, Мүмкін. Айтада білетін болуы керек. Көремісің, Сапар, жанындағылар елтіп қалыпты ғой. Апасы, ыстық тамақтан ештеңе бар ма? Деген дауыс сөзімізді бөліп жіберді. Кәдімгі ақ көңіл, салдырлаған ашық адамның үні. Бақсақ жаңағы әңгімешіл жігіт екен. Бар. Ыстық кеспе, қуырдақ бар. Үпе-мүпеңді білмеймін. Қарақ, үнді шай бар деді буфетші әйел. Кеспе, қуырдақ болса бопты. Шайда беріңіз. Таң сәрде нәр татпап едім. Бұ сорлы манадан мылжыңдағанша. Атау керінішсеші деп күржік шал қызыл иегін көрсете, ыбылжып мысқылдаған болды. Жандағы жауырынды бұқа мойын бар денесімен орындықты сықырлата бұрылып қарап қойды. Әңгімешіл жігіт мұның бірін елең қылған жоқ. Буын бұрқырата кеспе, қуырдақты алдына алып кіріскелі жатыр. Ішкі шалдың түртпекілі ме, жоқ әлде орныссыз кетпейтін әдеті ме, төбелес құмар жігіт орнынан тұрды. Бір ортында шылым. Қысық көз келте танау екен. Өзінде тіпті мойын жоқ десе де болады. Қабағы қалың, қыли көз, жалпақ бет қара.
Қолтығына бір нәрсе қыстырып қойғандай екі қолы тәлтиіп, жанына жуықтамайды. Аяғын айқала басып, әлжуаз жігіттің қасына барды. Үн-түнсіз. Шылымын асықпай сорып, күлін әлгі жігіттің кеспесіне қағып түсіріп тұр. Шыдай алмай орнымнан атып тұрып, Сапар пенжегімнің етегінен тартып қайта отырғызып қойды. Қара жұдырыққа теңдесі жоқ. Тыртыңдама. Мықтылығыңды кейін көрсетерсің деді. Әңгімешіл жігіт алдындағы кеспені ысырып, аузын орамалымен асықпай-саспай сүртіп жатыр. Не деген шыдамды-ай? Әлде қорқып қалды ма? Орнынан тұрып еді, дәудің иығынан келеді екен. Бір уақытта сапалақпен шыбын ұрғандай сарт еткізіп, төбелес құмарды шықшыттан қойып кеп жіберсін. Кескен томардай анау жерге гүрс етті. Ойбай өлтірді. Исахметті өлтірді. Деп күржік шал қақылдай бастаған, буфетші әйел жетіп кеп желкелеп шығарып жіберді. Шынында да өліп қалғандай. Қыбыр етіп тірлік белгісін білдірмейді. Апасы, мына кеспені жаңғыртып берсеңіз. Міне ақшаңыз деді әңгімешіл жігіт түк болмағандай. Берейін, айнам. Мынау, шын өліп қалмады ма? Жоқ. 5-10 минуттан кейін тұрады. Буфетші әйел бүлкектей жүріп, кеспе құйып әкелді. Жігіттің алдына әспеттей қойып жатыр. Қайдан келе жатыр ең? Бүгін ертеңгісін қасапқа жылқы өткізіп шығып қалаға барған адамның шаруасы біте қоя ма? Оны мұны алам деп ауқаттану да есімнен шығып кетіпті. Сонау жиекте жылқышымын деді ол кеспені ұрттап қойып. Түк болмағандай соғып отыр. Жігіттің жиектеп отырғаны шөлейтті құмның бастауы. Кеспе қуырдақты жөңкемдеп енді шайға кірісті. Төбелес құмар жігіт орнынан ыңырси, әзер тұрды. Бұл шеткізе аяқ астына бір түкіріп, сүзеген бұқадай түксие жан-жағына қарады да, шұбатыла далаға шығып кетті. Шайханадан ұзап, қосқа жақындағанда ғана Сапар. Әй, нервісі қандай керемет, Тамақ ішпек тұрғай анадайдан кейін мен тыныш ұйықтайда алмас едім деді. Үндегем жоқ. Сендер ұйықтарсыңдар-ау, мені айтсайшы. Әлгінде ғана емес пе еді, өзімді өзім бақытты, даңқты адам сезінгенім. Енді міне көңілім құлазып, әлденені жоқтағандай болады. Ол не? Кім? Не деп алаңдайды? Неге үндемейсің, Дидар? Иә, бүгінгі кеш шым-шытырық. Не дейді мынау деді Сапар түсінбей. Алыстан жалғыз от көрінді. Сынаптай сырғақтаған сәрсеннің көзі сияқты. Жылт ете түсіп жоғалады. Енді бірде ол тіпті мазақтапта тұрғандай секектейді. Ал қалай, бала? Қорқып кеттің бе? Сабыр бол, қайтеді дейсің. Әзірше саған тіреліп жатқан дәнеңе жоқ. Жауапкершілік менде ғой, шошқа-ау. Неменеге үркектейсің? Деген сәрсеннің үні де құлағыма келгендей болады. Қорықпа, үрікпе дейді жүрер. Не деп қорқам? Үріккендей не істеппін? Бригадирдің апар деген зат емес пе? Ондағы жұмысым не? Сапарға қарап едім, ол мойнын алға созыңқырай түсіп, елеңдеп отыр екен. Жарық оң бүйірден тағы көрінді. Жымыңдап, шақырып тұр. Әне, қос. Дидар, қос. Жігіттер әлі жатпапты-ау, Қарашы, шам бар.